бақытты болатындай, Алланың алдында да биік дәрежеге жететін тағдырды Алла сіздерге нәсіп етсін. Той қыласын, Алла тіл көзден сақтасын, осындай жақсылық әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызға бұйыра берсін. Ой, рахмет аға. Алла разы болсын. Жұмаға дәл кеттім аға. Бисмилля. Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Жазира мама, Жамболат әке, тойларыңыз құтты болсын. Ең алғашқысында Құдайға рахмет айтам. Әрқайсымыз үшін осындай күн тудырғанына, тағдырымызға осындай бақыт, осындай қуаныш, күлкі, көлге су дастархан, ашық аспан сыйлағанына Құдайға ең басында алғыс. Екіншіден, мама, әке, қуаныштарыңыз құтты болсын, ерекше құтты болсын. Керемет өмірге алғашқы қадамдардың бірі болсын. Қазекем нық қадамы, Құдай қаласа берекелі болсын. Енді Қазеке, сен досым деп айтуға расымен мен аузым бармайды. Себебі маған сен туған бауырдай жақынсың. Қаншама туысқандарым бар, қаншама достарым бар, бірақ сен мен үшін ерекше орын аласың. Екеуміз бір-бірімізге дос, аға, іні, психолог, керек болса қорғаушы. Енді досым сен үшін кез келген жерде, кез келген уақытта жанынан табылуға тырысам. Тек бақыт, шаттық, күлкі, Құдай сенен бақыттан айырмасын. Сені қатты жақсы көрем, қатты сыйлайым. Сенің жақсылықтарыңды, сенің жақсы қасиеттеріңді айтып, барлықтың алдында енді абыройымды көтеруге де орным бар, бірақ та оны онсыз да бәрі білет, бәрі айтып жатыр. Мен досқа қатты қарайым, басқасын білмесем де, бірақ ең жақсы қасиетім ол досты жақсы таңдай білу, Құдайға шүкір. Және ең алғашқы досым ол сенсің. Ес білгелі сені білем. Ес білгелі екеуміз бір сөзге келіп, бірімізге ренжісіп көрмеппіз, Құдайға шүкір. Тіл көзден аман болайық. Екеуміз де енді кәсіп жолын таңдаппыз, екеуміз де кәсіп жолын нық қадамдармен басып келе жатырмыз. Құдай берекесін бере берсін, молынан берсін. Екеумізге де екі жолды, екі жақта бағындыра берейік, көмегімізді бірімізге бере берейік. Асылы отбасыға қош келдің. Енді сен менің қарындасымсың, менің қорғауымдасың. Кез келген уақытта Адия екеумізге, отбасымызға сенсең болады. Әрдайым жанындамыз. Енді айта берсем өте көп, уақыттарыңызды алмайын. Тағы да досым, екеуміз бірімізбен келіскен болатынбыз. Қай-қайсымыз үйленсек те бірімізге жолдама сыйлайық, бірімізге жолдамамыз сыйламақ түгіл, онымен қоса бірге барайық, бірге жүрейік деп, ешқашан ажырамайық. Сол себептен өзіміздің кәсіп, өзіміздің Динара шайының атынан саған екеуіңе өмір бақи, өзіміздің шайымыз бар кезінде өмір бақи запас шай сендерге. Және де Құдай қаласа Кенияға, өзіміздің плантацияға бірге қыдырып қайтайық, бірге барып қайтайық. Қанша ел көрдің, қанша жер көрдің, бірақ Кенияда болмаған екенсің. Құдай қаласа Кенияға бірге барып қайтайық. Неге неқта екеу емес 5 шай десең, Құдай қаласа біздің де уақыт Құдай қаласа жақындап қалды. Бәлкім Сабимен бесеуміз болып, бірге бір отбасы болып барып қайтармыз. Алла бұйырса, қуаныштарыңыз таусылмасын. Сіздердің де отбасыларыңызға осындай бақыт, осындай құдалар, осындай қуаныш, осындай ұл, осындай келін нәсіп етсін. Барлықтарыңызды қатты жақсы көрем. Той-тойға ұласай берсін. Енді келесі сөз кімде? Көптен көп рахмет бәріңіз. Тамаша. Ел ағалары, аман болыңыздар. Ой, міне, әділеттің өзі ел ағасының ортасына шығып, міне. Қазбекті қолдап, осылай қолпаштап, абыройын асқақтап келіп жатсыздар. Аман болыңыздар. Тек қана жақсылықта, тойда, қуанышта кездесуге Аллам нәсіп етсін. Ал, қадірменді ағайындар. Құрметті тойшыл қауым. Қайреке, жаңа естідіңіз бе, естімедіңіз бе, өмір бақи шай. Кенияға барып, шай іше ма сонда? Жоқ, осы жақта ішеді. Кенияда дайындалатын Динара шайын осында ішеді екен. Тамаша. Представляете? Мен де шаймен айналысқам, шайдың өзі
ар жағында қызық оқиғалар бар екен. Плантацияға дейін барғам. Вообще біз ішіп жүрген шайлар бұл біздің шай емес екен. Мына Динара шайы таза Кенияның табиғи таудың етегінен жиналған шайлардың қосындысынан жасалған элементтік химиялық табыс тілеймін. Қайрекем, мына жерде Әділет бауырымыз тағы бірдеңе ұмытып кетті дейді. Бір ауыз сөз айтуға. Білмеймін, тағы бірдеңе. Енді баршаңызға Қазбектің сыбағасынан дәм болсын, шығып өздеріңізге, үйлеріңізге кіреберісте шай бар, үйге алып кетсеңіздер, мархаба. Міндетті түрде, тамаша. Жақсы. Әдеке, сен де бізге беріп жатсың ғой, енді ортаға келіп қалған екен. Біздер енді лотереямызды дәл қазір енді бүкіл ағайынның күтіп отыр, бүкіл той сыйлап келіп отырған ағайындар. Бұл жерде жаңа Мұхамеджан ағамыз әдемі қылып айтты, Қайреке. Жігіттің қандай болу керек екенін, қолының ашықтығын, барлығын әдемі қылып сипаттап алып келдіңіз. Соның бір дәлелі, аға, сөзіңіздің тағы бір дәлелі, есік алдында тұрған Чанган көлігін, оказывается, папасы мен мамасы емес. Қазбектің өзі дайындап, өзінің ұсынысымен алып келген екен. Bir қошемет деп қойыңыздар. Менің тойымнан чисто өзінің ақшасына. Представляете? Қандай тамаша. Қазбек. Вообще. Мені аласың ба. Ал, енді былай істейік, қадірменді ағайындар, үлкен сәтке келіп жеттік. Қазір енді 4 үлкен сый сияпатты қазір ойнататын боламыз. Енді барлығымызға бір мәшіне жетпейді, ол сөзсіз. Бірақ бәрімізге қызық. Кімге бұл олжа бұйырады? Кім бүгін олжалы болып қайтады? Сырттағы қонақтар естімей қалмасын, барлығы ішке қарай кірсін, орындарына жайғасып отырып алса. Осы зат бәріміз үшін қызық болып отыр. Кетпей отқанымыз да сондықтан да іштей ниет қылып отырайық. Ал баршаңызға сәттілік. Ал ең бірінші сыйлық біздерде дәл қазір енді көлік емес, бірінші телевизор. Телевизордың жеңімпазын таңдап жатырмыз. Телевизордың жеңімпазы номері 509. Номері 509. Нөмірі 509 лотерея билет иесі. Ортаға шықсаңыз, керемет сый сияпатты қанжығаңызға байласаңыз. Телевизордың жеңімпазы. Қошеметтеңіздер. Асхат Тарғын ағамыздың үйдегі жеңешеміз. Шабалақ, құрмет, қошемет. Құтты болсын ақ жеңеше. Өзіңізге бұйырып тұр екен. Құтты болсын. 500 сізге сеніп тұрмыз енді. 509 жоқ, сеніп тұрмыз деген болмайды. Қарап алу керек. Көріп тұрмыз. 509. Құтты болсын жеңеше. Игілігіңізге пайдаланыңыз, сізге жеткізіп береді. Бір айта кететіні бар. Бұл телевизор айына 28 мың теңгеден кредитке, бір жылға. Аман болыңыз. Отырған адамды қораға тығып жіберсең. Құтты болсын. Ал, енді екінші теледидар. Екінші теледидар кімге бұйырады? Екінші теледидарды таңдау үшін Мадина. Мадина. Біздің Жанболат ағамыз бен Жазира ханымның өнердегі арт директоры, көмекшісі. Мадина, өзіңіз бір араластырып. Рахмет енді. Басқа кісілерді білмеймін, бірақ көмекшілері өте қатты дайындалды енді. Жазира әпкеміз көйлек ауыстырған жоқ, бұл кісілер ауыстырып жүр бағанадан. Тамаша, мен Мадинаны байқап отқан жоқ. Неге именно Мадинаға сен көзің түсті? Жайша? Көресің да. Көздің қақысы деген бар. 469. Нөмірі 469 номер билет. Кімде? Тағы да бір телевизорды сізге
469 дұрыс дәл келдіңіз. Танысып алайық. Атыңыз кім? Ану, Бану, кім болып келесіз? мен Асықпаңыз, ойланып алыңыз. дос Служагысыз ба, доссыз ба, кім боласыз? Доспын десем болады шығар. А негізі кімсіз? Негізі доспын. Негізі доссыз. Бірақ доспын деуге болатын шығар. Доспын десем де болады, білмеймін енді. Көп. Кетем деуге болады, кетем деп. Дос дейік, әйтеуір өзіңіз білетін шығарсыз кім болып келетініңізді. Құтты болсын телевизорыңыз. Бұйырған екен сізге. Үйде енді телевизор бар шығар? Жоқ болатын. Ой, не прибедняйся, господи. Бір телевизорге бола сонша жоқ деп айтып, бар шығар үйде. Онда мұқтаж адамға бұйырған екен. Құтты болсын. Tартынбай бері қарап, күнші жаным, бек құшақтап жүзіңді, сүйші жаным. Білмеймін енді. Жақсы. Бұрын осыдан 90 жылдары болса, телевизор жоқ деп айтсақ, сенетін біз енді. Қазір енді бәрінің үйінде телевизор бар, бірақ білмеймін, может сындырып алдыңыз ба, күйдіріп алдыңыз ба? Самсунгтар 380 мың тұрады, бірақ андай турецкийлар бар, TCL деген бар, 185 мың. Ну ладно, не будем поддаваться подробностями. Не де болса, құтты болсын. Рахмет. Рахмет, Қайреке. Жаңа енді Жанболат ағамыз бен Жазира әпкеміздің екінші көмекшісі бар. Сымбат, сіз де келіп бір таңдап қойыңыз. Екеуін бөлуге болмайды. Екеуі Дубайда да бірге қалды. Симба. Бүкіл жерде бірге жүреді екеуі. Тағы бір сыйлық. Араластыра ғой. Робот-пылесос. Достар, Шыны керек, Жанболат ағамыз бен Жазира апамыз көп жолда жүреді. Әр түрлі қазақтың тойында қызмет жасайды. Сондықтан да осы жолда шаршамай әрбір шақырған қонақтыққа уақытында жетуіне үлкен себепкер осы Сымбатжан мен Мәдина көп көмектеседі осы кісілерге. номер 609. 609. 609. Робот-пылесостың жеңімпазы. 609, құрметті ханымдар мен мырзалар. 609. 609, келіңіз. Құтты болсын. Тамаша. Есіңіз? Зарина, Кім боламыз? Казбектің жағынан. Казбегидан. Жағынан. Қазбектің жағынан. Қазбектің жағынан өте қуаныштымыз. Әйтпесе Қазбеги деген хит болып жатыр ғой. Мынау сізге. Робот-пылесос. Бар ма Сізге екен? бұйырып тұр екен. Үйде бар ғой, ә? Я бар әрине. Онда үйдегі жоқтар алған дұрыс та, әкеліңіз. Ойнайтын. Бұйырып тұр жаңағы. Құтты болсын. Екі пылесосты екі жаққа жіберіп қойып, өзіңіз жатпайсыз ба? Аяғыңызды көтеріп Қайреке, бізде енді мынандай ұсыныс болып жатыр. Көлікті алған адам сыйласын деп жатырмыз да. Сол себепті екі жасты. Жоқ, асықпашы көлікке. Давайте бір интрига жасайық. Бұл сендерге брелок емес. Бұл телевизор емес. Ребята, это көлік. Басында негізі біз 10-11 миллионға сондай бір сумаға шетелден әртіс шақырамыз ба деп ойладық. Бір сондай ерекшеленгіміз келді. Сосын Қазбек айтты. Біз қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары біздің тойда онсыз да жақсы көңіл күй сыйлайтын болады. Одан да осындай машина ойнатайық. Ол машинаның ақшасы да иесі де елде қалады деп Қазбектің күлте қандай болса да әлі ақылын көрмейсің ба деп қойып кетсең. Осындай ниет білдіріп отқан Қазбектің өзінің инициативасы, ребят. Сондықтан да бұл енді оңай зат емес. Қазір Қазбек алады да, шарикті алады да, сөйтетті Жазира апаның сіңілісіне бере салды. Ну, не интересно, ребята. Лучше ұтсын. Соған бір еңбектенейік құрттай да болса, я?
сағат түнгі 1 болды, ну ничего страшного. Сөйтейікші. Енді тағы бір подарок бар ма? Нем подарок бар ма? Робот-пылесос. Робот-пылесосты кім? Ырысбала кеш айналайын. Ырысбала бұл енді біздің қоғамға ерекше белсенді қатысып жүрген қызымыз, қаншама жанашырлық танытып адамдардың барлығына көмек қолын созып жүрген. Ырысбала, ал, бісміллә деп, өзіңнің 5 баланың анасы айналайын. Ал, аша қой. Үлкен армияның генералы. Нөмірі 489 бар ма? 489 бар ма? 489 бар ма? Бар ма? Стоп, стоп. Жоқ, просто сұрап жатырмын, бар ма деп. Болса отыра беріңіз. Ол нөмір шыққан жоқ. Просто білейін деген бар ма деп. Бар екен. Нөмірі өзің айта ғой. 633. Жоқ, что-то мына андай махинация болып жатыр, что-то бірдеңе деп атауы мүмкін. Жігіттер мынадай үлкейтіп қойыңыздаршы, осындай ойынға байланысты Ырысбаланың айналасында сондай шум көп болады, келе бар. Мына ойбай тырнағымды алдым да бүгін. Мына негізі шыққан нөмірі 633. 633. Бар ма? Ал. Екінші рет? Вау! Келіңіз. Мені. Бұйырмыз қандай? Уже билеп шығып жатыр. Ағада емес уже. Тамаша. Кешіріңіз, атыңызды ұмытып қалдық. Бана Айнұр. Айнұр ханым, теннисистің әйелі. теннистағы Қазбектің жолдасысыз. Құтты болсын. Міне бұйырмыз деген осы. Бір емес, екі бірдей сый сияпатты сіз ұтып алып отырсыз. Құтты болсын. Қайреке, мынандай болып жатыр. Ұсыныс келіп жатыр. Қандай? Ұсыныс. Жаңағы келіннің басына жапқан орамалды біреуге жұғысты болсын деп, үй иесінің атынан осы орамалды берейік деп жатыр. Кімге керек екен? Той кімге? Жұғысты болсын бір. Ырымдап алатын адамдар бар ма? Енді балалары бой жетіп үйленейін деп жатыр деген болса. Енді ондай кісілер көп екен. Енді былай істесін деп жатыр. Орамалдың өзінің бір азмас орамалы болады екен. Соған кім көп орамал береді, соған біз орамал береміз деп. Бартыр ғой, бартыр. Тиын ғой, тиын. В общем, біз андай пайдаланған ванный орамал береміз, сіздер новый орамал бересіздер. Енді түсіндіріп жіберсең, Нұрбек. Бәрекелді, бұл орамалды бір адамға бұйырсын деп жатыр той иесінің атынан. Бірақ бұл орамалдың өзінің бір ақысын берсін деп жатыр. Аукцион деп айтуға ауызда бармайды екен. Бірақ бұйырған адам, бір той жұғысы болсын деген адам келіп, осы орамалды алсын деп жатыр. Бар ма? Кім? Кәне. Міне, қошеметтеп қойыңыздар. Құрмет қошеметтеңіз. Рахмет. Саламатсызба. Дана, сәлем. Дана. Дана, қалайсың, ақылкем? Қош келіп жатсың. Ал. Кім боламыз? Келіні. Қанша деп жатырсыз? $100 басталды орамал. $100 ұсынып жатыр орамалға. 4,5 теңгенің орамалына. $100. Ойбай, кесеңізші. $100-ға. Пока стой тұрасыз ба өзіңізде? Асықпаңыз. Сіз қанша? $200. Ойбай, $200. Жаным, осы орамалды өзім тауып берейсіз саған. Берсеш маған $200. Ойбай! Ырысбала. $300. Ойбай, шыққан ақшаңа жауап бере аласың ба әйтеуір? $300. Ырысбала ханым. 11 миллионға шейін көтеру керек. Машина. Машинаны. Қалжыңдап жатыр. $300 сатып аласыз да Данаға бересіз. Бәрекелді.
$300. 300. Ал. $400. Ойбай, мына кісі қайтпайын деді. $400. Ойбай. Просто мына сатып атқан орамал Дана. Жайлап. Дана. $400. Ал. Бисмилла. $100 сіздікі ғой, Ha. Ал. Ұлы қаншада үйленейін деп. Ұлыңыз нешеде екен? Ұлыңыз нешеде? Ұлыңызға емес, кімге? Өзіме. Ана шарт бойынша келін алам дегендер ниеттенсіндер, балама келін алайын, осы асылысы сонда келін алайын деп ниеттеніп шықтым. Ана қара. Мен жағаласпаңыздаршы, мен алайын да кетейін деп тұр ғой үшім. Сіз өзіңізге масында $400 бармасында өзіңізде? Жаным, о $400 далаға шашқанша. Мен не знаю. Ал. Атырауға алып кетейін жатсың ба? Қара енді өзің жаным. $400. Bir. $400. Екі. Ырысбалаң ауыз шығып отыр, бірден қосылғысы келіп отыр. $400. 3. Келіңіз қарындас. Шабалақ құрмет қошемет. Келіңіз. Bir minut. Sırım тұрып жатыр ғой, сырым. Отырып. Жақсы. Атыңыз кім? Альбина Атырау. Дараның кіндік мамасының. Дараның кіндік мамасы. Жақындаңыз. $400 орамалды өзіңізге арнайы ниеттеніп сатып алып жатыр. Осы орамал енді пайдағассын. Бұйыртса осы орамалды басыңызға тағып, сізде әйел бақытына, ана бақытына бұйырсын дегіміз келеді. Басқа не айтайын қарағым? Бар шешкен жоқ. $400 ма? Маған бере сал құрсын оны. Ешкім қарап отқан жоқ $400-ға. Мен ар жағында тағып, сонда 700 десе жарсайын деп тұрсың ғой, дамын қалмай. $1,500 бар еді. $400. Жастарға береміз әрине, иә? Жастарға береміз, а? Енді өзің оқымыз жарсыз қай жерге. Просто Дана, ренжімеңіз. маңдай да. Ренжімеңіз. Сізге бұйыртса, осы тойдан тобықтай сый болсын сізге, жұғысты болсын Құдай қаласа, иә? Орамалды тығыз жіберуге болады екен ғой $400-ға. Қазбекжан, мынау игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Сізге құтты болсын. Міне табыстадым. Барлықтарыңыз көрдіңіздер. Ойбай, айналайын. Ренжімеңіздер. Атыраудан келген қарындасымызға 1000 алғыс. Міне. Рахмет, енді Атыраудан келгені бірден көрініп тұр. Құтты болсын енді. Орамалға сеніп отыра бермеңіз енді. Өзіңізде кішкене әрекет қылып, әрекет ашып. Рахмет, құрметті қонақтар, мен Атыраудан келген Дараның кіндік мамасы болам. Және осы лотереяға тағы да бір $500 атайын деп едім қонақтарға. Анаңдар. Номер таңдап. Мынаған бай керек жоқ, ақшасы бар. Бір құтырып жүр ау. Үйде бір. Мына ту алыстан арнайы ат терлетіп келіп, тойдың жақсы өтуіне ат салсып отқан қарындасымызға бір құрмет қошемет. $500 Әселдің. Дараның кіндік мамасы Альбинаның атынан. Дараның кіндік мамасы Альбинаның атынан $500 кімге? Вообще, ана сумкыңды қарақ қой, құрсын біреу. Өз таңдасын қайреке $500-дің Өз сөйтсінші мен Сөйтсін, кімге таңдатарын білмей Альбина шынымен. Асып сасып қалып атқан жайым бар. Сен Атыраудың қай жерінесің? Мен сені вообще көрмедім ғой. Еркебұланның досысың ба? Қай жылғысың сен? Құтақандай болып, қашан байы білгердің? Қалай? 25 жыл болды ғой Алматыда жүргенме? Не істейсің деді сен? Жан шығып бады. Бісміллә. Бәрін істеп береміз ғой. Бірден асықпай, бірден айтпай-ақ қой. Ойбай, ал, енді. Осы жерде енді Дараның кіндік мамасы Сымбат анамыз. Сол кісі өмірден өткен кезде маған қызын кіндік мама ретінде аманаттап кеткен. Сондықтан мен осы тойдың көптен күткен тойымыз, барлық әулетімізбен біз үшін үлкен бір атсалысу мақсатында, көтеру мақсатында
дараның кіндік мамасы ретінде сондай бір ұсыныс жасап жатқан жайым бар. Ол асып тасып жатқаннан емес. ойбай жаным, жоқ, мен түсініп отырмын. Енді Сымбат апаны мен сырттай танығанмын, білетінмін. Енді біреу білсе біле бермейтін шығар. Атырауда бір Жомарт апамыз болды, Сымбат деген апайымыз. Сондай қолы ашық жүрген жерінде енді көптеген қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары апамыздың шаңырағына барып, қолынан ет жеп, дәмауыз тиген барлық демей қойын, бір 70% қазақ эстрадасы жұлдыздары осы апамыздың шаңырағына табан тіреген. Сондықтан да осы Альбина маманың аманаты ретінде бүгінгі тойға бір атсалысып, ерекше ыстық ықыласын көрсетіп жатыр. Ал Альбина, нөміріңді айта қой. Кімде? Кімде? Тамаша. 3 рет айттым. Мұхаммеджан аға, өзіңіз білесіз ғой. 3 рет сұрады, тауып алсаң. 3 рет сұрадым. Елдің көзінше, куәгерлер бар. Ешкім араға қосқан жоқпын. Неге деп едім, ешкім шыққан жоқ. Ал енді мен не кінәм бар? Ja, hayır, şükür ölmetiyorum var. Düz 42 ekranga көрсетіңіздерші. 142 лотерея билетiyesi. Ортаға шығыңызшы. Дараның кіндік мамасының атынан Атыраудан 500 келген. доллардың жеңімпазы. Атыраудан келген Альбина ханымның қолынан сый сияпат. Есіңіз? Айгерім. Кім боламыз? Шымкенттен қонақ. Бар екен әлі. Шымкенттен келген қонағымызға батыстан 500 доллар. бұйырып жатырмын. Құтты болсын, 500 доллар. Ойбай, жастық. Рахмет. Сонда, Альбина, жаным, рахмет. Аман болыңыз, болды енді. ау, Рахмет. иә, Көп тексердік ете қой. Атыңыз кім еді? Айгерім. 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 Осыға кете бересіз өзіңі. Оп, кете бересіз. А? Или машина ұтып алам, алып кете беремін. Бұйырып қалар, иә. Құтты болсын. Құтты болсын, 500 доллар сізге. Таңертең тұрғанда 340 теңге болып кетсін. Курс десек. Ойна айтам. Жоқ, ниетім таза, көңілім ақ. Просто ішім тар. Ойна айтам. Ал, көп созбайық. Енді машинаға Сөйтейікші, сәт. Айрекем. Енді бұл машина Қазбектің өзін шақырайық. Иә, Қазеке, келе ғой. Жолдасымен бірге жүрсін, иә? Асылы келе ғой, иә, бірге бөліп жармайық, бірге өз қолдарыңызбен табыстасаңыздар. Енді статистика бойынша 2025 жылы Чанган автомашинасы Қазақстан бойынша рекордтық көрсеткіш көрсеткен екен. Сатылым жағынан 78.436 Чанган сатылған екен. Соның, бұл енді полный компьютер ғой китайский. Соның 70.000-ға жуығы 2 айдан кейін борт компьютер киіп кеткен екен. Соны қуанышпен жеткізіп отырсаң, ойнайтам. Енді Қосқашығымыз ортаға келе жатыр, құрметтеңіздер. Құрметтеңіздер. Тамаша. Қазбек алсын. Қазбек, шынымен де Қазбек, міне, Чанган автокөлігінің кілті қолында, ол ой. Бір көрсетіп шайыншы, Иә. телевизорден көрсетіңдерші. Міне, Чанган, 2 кілт. Қошметіріп шын қуанған адамға бұйырсын, достар. Мына Чанган автокөлігінің иесін санаулы минуттардан кейін бірге анықтайтын боламыз, қадірменді ағайындар. Енді Чанганда алған Қазбектің өзі болса да дәл осындай той қылып отырған ата-анамыз бар, иә? Жанболат ағамызбен. Жазира апаны шақырайық. Жазира апа, келсеңізші ортаға. Келіңіздер. Өздеріңіздің қолдарыңыздан табыс етіңіздер. Енді 2 жасқа 4-5 сағаттан бері толассыз қаншама жүрек жарды жылы тілектеріңізді жаудырдыңыздар. Барлығы қабыл болсын. Осы 2 жастың тойына, салма, ол пустой ғой.
жоқ бағана ішінде бәрі. қыздардікі емес па? жоқ жоқ А. сол қатысады ғой бәрі. Иә, иә. Сол екі жастың қолынан ниеті не қарай кімге бұйыратынын қазір анықтаймыз. Чанган көлігінің иесі. Ал, мен тіпті білмей тұрмын, былай істейік. Осы ретте Жанболат ағамыз бен Жазира апамызға бір сөз кезегін берейікші. Иә? Әрине. Бір әсерімен бөлсін. Рахметін айтсын. Балаларға деген тілегін білдірсін. Өте орынды. Одан кейін біз қазір мына машинаны ойнатып жіберсек, біреу де қалмайды. Соңында рахметті 44 адамға айтып отырады. Бізге түскен жоққа деп бәрі жынданып кетіп жатады. Сондықтан да 4 көзіміз түгел кезде той иелерінің сіздерге деген шексіз ризашылығын, алғысын, рахметін бір тыңдап алайық. Балаларға тілегін айтсын. Одан кейін чанганды ойнатамыз. Одан кейін, ребята, хоть куда. Я вас держать не собираюсь. Я устал. Аяқ қолым жуып жатқым келіп отыр, шыны керек. Сондықтан да, меніңше, это гуманно, дұрыс па? Поддержите? Давайте, бір шабалақ құрмет қошемет. Жанболат аға, Жазира апа, микрофон өзіңізде. Кітті пока, мен өзім ұстай тұрайын. Ойбай, мен қу жетімге осындай бұйырам мекене. Аллаға шүкір, осы күнге жеттік. Қаншама уақыт біз күтіп жүрген қуанышымыз еді. Міне бүгін орындалып жатыр. Жаңа айтып жатыр ғой. Достарымыз қазір құда болды, мінекей. Асеканың ағаларымен біз дос болдық. 20 жыл, 30 жыл деп атырмыз ғой. Сәкен досым бар, Майғазиев. Бірге оқыдық. Осы бірге достарымыз араластық. Осы Есен, Дәурен, Бақытгүл, бәріміз бір-біріміздің қуанышымызда болып жүрдік. Бірақ осындай құда боламыз деп ойлаған жоқпыз. Шыны керек, жаңағы көрген жерден ал, білген жерден ал дейді ғой қызды. Бірақ мен осы кісілерді жақсы білем. Марқұм Қасен ағамыз болды, ол кісімен де араластым. Өте жақсы семья деп айталам. Өйткені бұл кісілерді біз жақсы дос болып жүрдік. Бір-біріміз жақсы танимыз. Енді мінекей құда болып жатырмыз, Аллаға шүкір. Асека өте ақылды, білімді, инноватты қыз болды мінекей. Бір-бір жаста бір-бірін тапты. Алла тағала осындай кездестіріп тұр екен. Шын жүректен қуаныштымын. Осы біздің қуанышымызға келген қонақтарға алғысым шексіз. Сіздер болмасаңыздар бұндай той өтпес еді. Тілектеріңіз қабыл болсын. Достарымыз бар, туыстарымыз бар, бауырларымыз бар. Мінекей өзімнің анам. Осы қашан Қазыбек үйленесің, мен батамды берейін, тойыңа келейін деп еді. Ол күнде орындалып отыр. Анамның ақ тілегі қабыл болып отыр. Біз қайда жүрсек те анамыз дұғада болады. Ал сапарда жүрсек те, ал ағайын, шын жүректен ризамын сіздерге. Той қыласын. Көп-көп рахмет сіздерге. Қазбек мектепте оқып жүргенде осында отырған телеарна қызметкерлері бар. Кен рахмет сіздерге. Кен рахмет сіздерге. Барлықтарыңызға. Сіздер біздің бақытымызға бақыт қосып отырған тілекші жандарсыздар. Өнердегі әріптестеріміздің барлығы, міне әлі отырғандар бар, үлкен ағаларымыз бар өнердегі. Соншама құрметтеріңізге кәдімгідей толқып, бақыттан басымыз айналып жүр біздің. Әрқайсыңыз жеке-жеке шығып, тілек айтатын жолдарыңыз бар. Абыройлы халықтың алдында жүрген ел қалаулылары отырсыздар, мына жақта ақсақалдары отыр.
енді сіздердің өздеріңіз шаршап қалмаса екен деп бүгін тойды тоссыз өткіздік. Қызықты болса екен, әрбір қонақ көңілді болып, риза болып қайтса екен деп тіледік. Енді кішкене созылып кетіп, күтіп қалып жатсаңыздар арасында кешірім сұраймыз. Жаңа айтып кеткендей, бұл біздің ең алғашқы тойымыз. Алла қаласа, осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ сіздерге. Көп рахмет. Тамаша. Сіздерге де рахмет. Дәл осындай халыққа демалыс сыйлап, осындай үлкен зәулім сарайға сізді қанша адам сыйлайтын көріп тұрсыздар ғой. Міне, 4 көзіміз түгел. Алматыда бұндай той енді көптен болмайтын шығар. Шынымен де бір жағынан ол көлік деп жатсақ, ең бастысы бұл сіздің әулетке деген ағайындардың, достардың шынайы сыйластығы, құрметі деп білеміз. Рахмет сіздерге. 4 көздеріңіз түгел отырған ағайындарға. Алла разы болсын. Ал енді қадірменді ағайындар, құрттай артқа қарай тұрайық. Мына жерді жаппайықшы, өтініш, экраннан назар аударыңыздар. Мына алдын жаппаңыздар. Бір айтып кетсем бола ма? Иә, мұнда көмекші қыздарымыз, жігіттеріміз, Бауыржан, Диана деген біздің інім мен, қайным мен келінім, және Қазбектің кіндік шешесі, кіндік әкесі Сәкен мен Динара кеше құдалықта да, ұзатуда да басынан аяқ жүр, бүгін ғана міне демалып отыр. Және Мұқан аға бар осында, Ләззат әпке екеуі өкіл, әкесі, өкіл анасы, Қазбек Аллаға шүкір ата-анаға бай, Ерген аға бар, қаншама Жанболат маған айт деп сыбырлап жатыр. Иә, сондай тағы аттарыңыз аталып кетпей жатса, кешірім сұраймыз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, ризамыз. Көп рахмет. Ал енді, құрметті ағайындар, көп созбайық, шешуші сәтке де келдік. Тағы да бір ескертетін жайт, әділдік жолында ойнатайық. Кетіп қалған қонақтардың көбісі менікі 345 шығып жатса әкеп бересің ғой деп кеткен адамдар бар. Сондықтан да ең басты шарты, қазір мына жерден шарик шыққан кезде ол адамның осы залда отыруы шарт. Келістік па? Әйтпесе, біреу аяғына дейін күтпей кетіп қалып, оған енді машинаны апарып беретін болсақ, я этого не потерплю. Мен и так әрең тұрмын жерде, пышақ айналмай іштей. Барынша, бірақ мен көре алмауды білдіртпеуді үйренген екем, соны түсіндім. Ал, менше дұрыс болады. Қазбекжан, асылы екеуің бірге айналдыра қойыңдардағыны бір шарик шығарыңдар шықсын. Не де болса, біреуіңіз таңдаңыздар, біреуіңіз ашыңыздар енді. Айналдырайық, я? айналдырыңдар. Бисмилля. Көбірек айналдырыңдар. Так, бір. Сағат неше болды? Сағат неше болды? Бірден 10 кетті ма? 1:36-ға дейін айналдыр. 26 минут. Жүрегін жарып отырса. Ал, шешуші сәткеде. Қайрат, біз Жанболатқа жаңа айтып жатырмын да. Менің төркінім ұтса да, сенің бауырларың ұтса да, жаңағы долар ұтса да, өнер адамдар ұтса да, кім ұтса да, бұйырсын. Біз қуаныштымыз деп отырмыз. Бұйырсын. Ну, конечно, желательно өздерінің туыстарыңызға кетпегені біз үшін абсалария. Қареке, Ал, номер таңдалды. Асықпаңыз. асықта. Сәл интрига жасайық, ортаны ашыңыздар. Құрттай, өтініш, құрттай айналайын. Құрметті достар, дәл бүгін Или бүйтеміз ба, жоғарға шығып хабарлаңыздар, мына жерде жатпай, биік пьедесталда мына жаққа шыға ғой, осыны бәленбай ақша төледік қой, осыған пайдаланайық та осыны. Тем более вы достойно, красиво получится. Алдына қарай келіп, хабарлай қоясыңдар, сол кезде бәрі көрініп тұрады, дұрыс па? Мама, мен барынша бергім келмеді, сосын созып атқан ырвайым көзімше. Фантазиям асып отыр. бәрекелді, асықпаңыздар. Құрметті достар, дәл бүгін Жанболат ағамыз бен Жазира әпкеміздің ұлының тойында. Біріншісі, Қазбек айтпай қойсын, экранға көрсете сал, болды.
экранның камерасы. Біліп тұрмын, представляете мен. Сәл. Камера. Нөмірі 72. Нөмірі 72. Опа! Қайдасыз? Нөмірі 72. Кімге бұйырды? Кімге? Рахмет, асылы. Құдай-ау, кім мына қыз? Мен білмеймін. Ей, мынау Қазбек. Ей, кім? Дос боламның жарығы. Досымның жолдасы. Досыңның есімі? Жалғас. Ай, мынау қандай дос қарағым? Әйелінің күйеуінің атын білмейді мені. Жалғас қайдасың? Жалғас қайдасың? Жалғас! Келіншегі машина отты! Жалғас. Жалғас. Не деген серьезный келжек соққан екенсің енді. Жалғас, жарының атын білсек, Қазбек. Жалғас, әйелінің аты кім? Анель. Анель тілі шыққан ба өзі? Анельжан, Жалғас, Анель, қашан үйлендіңіздер? 6 жыл болды. 6 жыл болды. Неше Алланың қалауымен кішкентайларыңыз бар? Екеу. Екеу. Қызмет қайда? Кәсіп. Көлігіңіз бар ма? Менің жоқ. Ойбай, менің жоқ дейді. Жалғас, сенде қандай көлік, Жалғас? Lexus. Шанган емес бар не? Не де болса, бағана Жазира апа өзі айтты өз аузынан, кімге бұйырады? Біз жақтан, өзіміз жақтан, құдалар жақтан. Міне, Жалғас пен Шынымен де Қайреке, бүгінгі кешімізге арнайы бірге теннис ойнайтын дос екен. Бүгін теннисистер қайдасыздар? Талғатаға бастаған барша ұжымға бір қошеметтеп қойыңыздар, шынымен де. Тамаша. Мына жерде. Кішкене эмоция көрсету деген өздеріңізде қалай болып тұр, ішіңізде? Ей, бұл кісіде Lexus 600-деке кешір айналайын. Жалғастай артық кеттім, көкем. Я, дегенім үшін кешір. Осындай прям жағдайы барларға түсетін айтамын да. Кейде ойлайсың, жизнь несправедлива деп. Бес билет не істейсің? Құрметті достар, бәрі де адал, бәрі де таза, шынайы, отбасылық дос болыңыздар, бақытты болыңыздар, қошемет құрметтеп қойыңыздар. Міне өзіне бұйырған екен Анельдің. Құтты болсын. Жалғас, Анель, құтты болсын.